Болды ғой, біздің үйде кездесеміз. Ой, білмеймін. Мен мама жібереді ма, жоқ па, сұрану керек. Сол ғой. Ой, сұрансаңдаршы енді. Динарамен бірге болам деп айтыңдар. Жібереді ғой. Еше түнде үйден апарып тастаймыз. Уайымдамаңдар. Кетші. Сендер мені барасың ба, жоқ па деп сұрамайды екенсіңдер, я? Ой, сені қоя бер. Нәзира әпкеге айтсам болды ғой. Жіберіп тұр ғой. Болды ма онда келсік пе? Жарайды, да кестік. Тек математика ғана да көмектесем, қалғандарын өздері істейсіңдер. Үйде сағат 9-да боласың десеңдер болды. Бізге сене математикадан басқа ештеңе керек емес. Солай ма? Ойнап айтады. Боптан да біз кеттік, давайте жалғамыз. Давайте. Жақсы онда, қыздар. Не істейміз? Сенің үйінде теледидар бар ма? Бар. Теледидар бір новойдан кино шығады. Аты деді Қасқыр. Менен тығыптан істейін деп жатсыңдар. Не қыла шамай кеттің? Аштың ғой. Не деген шыдамсыз? Қыздар келді ма? Осы кірді. Үй? Сен не yapsың? Мен де туысқанның үйі ғой, өзім білет шығармын. Білесің ғой, білесің. Мынау не жауапты? Білмеймін ғой. Мен жамандап тұрғандарыңды білем. Естіліп тұр, айта беріңдер. Ойбай, о не дегенің? Сені жамандап. Ондайдан Құдай сақтасын. Әдейі істейсің, я? Болды, жүріп кеттік. Давай, Гоби. Келдің ауа қара. Көп күттің бе? Өй, шағай. Сен бірінші далада погоданы көрсей, жылы санау дегенің. Енді қалай қайтамыз үйге? Бір сендерде осындай погодада сабаққа дейін желанияларың ашылып. Ой, қазір қайтасың, уайымдай бермеші. На погодада білмеймін ал. Не істеп жатсыңдар? Сол сен келіп бізден не істеп жатсыңдар деп сұрай ма деп күтіп отырмыз. Мен серьезно сұрап тұрмын. Жатырық потолокқа түкіріп. Не істейміз, сабаққа дайындалып отырық та? Неге мені онда шақырмайсыңдар? Сен сұрасың деп. Нормально жауап беруге болмай ма? Енді сен параллельде оқисың ғой, берген тапсырма бірдей емес. Сосын шақырмадық. Жасын ба, енді бар, мамалармен шай іш. Мен мамаға айтып берем, мына екеуі мені бөле береді деп. Дұрыс қой, енді олар бөле ғой. Кетші. Алдында мен айтқан киноны қосып қойайықшы. Пожалуйста, сабаққа вообще мешет етпейді. Бұған күмәнім бар. Қайсана қасқыр балама сондай бірдеңе ме? Қазір басталады. Қай каналда еді? Қой. Күшті кино. Қарасыңдар, өкінбейсіңдер. Мына ұске. Әне басталды. Сәлем бердік ата. Көрдім, бақытты бол сұрағым. Атамызға барамыз деп, екеуі қоймағасын алып келдім сізге. Дұрыс қой әкелгенің. Аталарыңның басын ауыртпаңдар шулап. Жоқ, о не дегенің. Жарайды ата, асығыс едім. Жақсы сұрағым, жолдарың болсын. Абайлап жүріңдер. Өстіп, аталарыңа демалыс сайын келіп тұрсаңдар, қандай жақсы міне. Үйге кіріңдер.
жүз кино басталу сияқты екен. Теледидар құртылатын болды, өшір. Қазір. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Қайдамыз біз? Қайдамыз еді, мама, қайда келдік? Өліп қалдық па біз? Точно өлдік. Әйтпесе қазір түн емес па? Қоя тұрыңдаршы шыңғырмай. Шыны өліп қалған жоқпыз бе? Ой, сен де бір қай-қайдан айтып. Тоқта, мына үй маған таныс көрініп тұр. Я, маған да солай көрініп тұр. Заман атаның үйі. Түсінбедім. Біз теледидардың ішіндеміз. Жоқ, ол мүмкін емес. Бұл қалай? Естеріңде ма? Джуманджи, Орман, Замыкание, Найзағай. Несандырақтап кеттің. Құмашы, біз қайда, Джуманджи қайда? Енді өзіңді доктор Брипстоун деген қалып еді. Не айтып кеттіңдер? Не істейміз енді? Ештеңе. Мынау мана біз көрген кино. Жоқ, мен үйге қайтам. Үйге қайтқым келеді. Сонда не? Кино аяқталмай, үйге қайта алмаймыз ба? Ой, бір шыңғыра бермеңдерші. Күнде түсіп жүрсем айтар едім. Енді не істейміз? Мама мені өлтіреді, сағат 9-да үйде бол деген. Бізге алға жылжудан басқа амал жоқ. Ыңырси бермей үйге барайық. Бардық тек не айтамыз? Бірдеме табармыз. Ғалым мен Мериді күндірсек болды ғой. Олар бар екен ғой, я? Жетпегені осы еді, өміріміз қызықсыз болып жүреді. Дом айттың. Біз не сонда, қасқырлармен төбелесеміз бе? Ойбай, мен жынданып кететін шығармын. Ол жүріңдерші, көреміз. Сәлем, ғалым. Білем, сен бізді танымайсың. Бірақ шу шығармай. Тыңдашы бізді, жарай ма? Сен де кімсің де тағы? Біз мұнда адасып қалдық. Сенен басқа ешкім танымаймыз. Я, сен біздің соңғы үмітімізсің. Сенен басқа сенеріміз жоқ. Және басқа баратын жеріміз де жоқ. Біз адасып кеттік. Өтініш, біз қатты қорқып тұрмыз. Өтірік айтады, тек ол қорқып тұр. Бірақ бізде сәл абыржулымыз. Жақсы. Не айтасың да? Біз мұнда... Ой, қоя тұр. Біз мұнда қалай келгенімізді білмейміз. Заман атаны білесің ғой, бөтен адамдарды жақтырмайды. Өтініш, бізді сенің достарым деп айта аласың ба? Жалым сұраймыз. Сендер менің атамды қайдан танисыңдар? Атын қайдан білесіңдер? Танысаңдар өздерің барып айтпайсыңдар ма? Қысқасы біз атаның қорқыш екенін білеміз. Ол мұндағы ең танымал орманшы. Оны танымайтын кім бар? Бұда бас. Жақсы, солай айттық дейік. Ата, сен еді дейсің де ме? Өтініш, сендерді тыңдайды ғой, көндіре аласыңдар ғой. Сендер біздің соңғы үмітімізсіңдер. Сәлем.
Привет. Тыңдаңдаршы, біздің жағдай шынымен де қиын. Көмектесіңдерші, өтініш. Қазақпыз ғой. Маған бұдан не пайда? Қасқыр бармен жалғыз алыспайсың, бізді де жейді, зато бір тойдырамыз. Қыз, қазір бізді қуып жібереді ғой. Енді не дейсің маған? Танымайтын бала келіп солай десе, мен де осылай сөйлер едім. Мыналарың кім тағы? Бұл менің достарым ата. Мына көрші аудан мен көруге кетті. Ассалаумағалейкум, ата. Ағалейкумассалам. Оу, қандай жел айдап кеп қалдыңдар? Бұл менің достарым ата. Мына көрші аудан мен көруге кетті. Я, қыздар мені іздеп келген ата олар осында қалсыншы. Егер шуламайым десеңдер, Уәде береміз, ата. Барымызды білмей қаласыз. онда үйге кіріңдер. Ей! Ей, қайдасыңдар? Бұл түкте күлкілі емес. Үйде свет жоқ. Қайда тығылдыңдар? Үйге қалай айтамыз? Мен үйге барғым келіп тұр. Мама мені точно өлтіреді. Мұнда нормально төсек те жоқ. Біз не істейміз мұнда, а? Бай балам, сала бермеңдерші. Біз киноның ішіндеміз. Кино! Сабыр сақтап отыр дейді ғой. Тағы бір рет айқалсаң, бәрі кіреді енді. Сосын бізді қуып шығады. Енді не істеймін? Сәл сабыр сақта. Кино бітсе үйге қайтамыз ғой, солай ма? Конечно қайтамыз, ойындамаңдар. Ал менің достым, істеп жатсыңдар. Үйге қалай қайтарымызды білмей отырмыз. Жарайды, онда бүгінше осында қала тұрыңдар, бірақ түнде милиция келіп тұрмасын. Келмейді, ойындама, келмейді. Мен үйге қайтпасам, мама келеді. Алым, саған көп рахмет. Сен болмағанда далада үсі өлер едік. Айтпа, қасқырға жем болып. Оқас жоқ. Қазір тамақ ішеміз. Айтпақшы, атаны көп маза ебеменде атып тастайды. Қалай атады сонда? Ой, ол ойнап айтып жатыр. Қалым қайта-қайта қорқыта бермеш. Кешір. Қазір тамақ ішеміз. Рахмет, сендер болмасаңдар. Сендерден ұят болды ау. Я, бұндай жағдай болмаса, келмес едік. Білмеймін, мен келер едім. Жасын. Сенде қалай адасып жүрсің де таңғаламын. Еще телефондарың жоқ. Қалай адасқанымызды айтсақ, сенбессің. Қалай күлуге болады? Жылағаннан ештеңе өзгермейді ғой. Ой, уайымдай берме, ертең ата-аналарын іздеп келер. Мына жер сонда келмеді екен.
Иә, тамаша жер екен. Иә, біздің атаның үйі осындай. Сол үшін біздің де барғымыз келіп отырады. Иә, атаның жанына келу арман ғой. Бірақ қысқы демалыста көп жібере бермейді, бұл жақ суық деп айтады. Ал біз мұнда бірінші рет келіп тұрмыз. Керемет. Иә, тек қалада демалғанымыз болмаса. Мама, Мұнда қасқырлар бар ма? Жоқ, қалың аюлармен шайқасты ғой. Қорықпаңдар, олар бұл жаққа қарай келмейді. атамда қасқырлар көп пе? Жоға, жасырынып келген ғой. Құртқаның бөлдіріктейтін мезгілі орман арқылы тығылып келген болар. Құртқа деген кім тағы? Қасқырлар оғашылары, кейде топ басшылары. Қасқырлар оғашы жыныстарды қатты құрметтейді. Ол жақ адамдарға қатты ұқсамапты. Ойбай, қорқып көргенде айттың ғой, феминистка. Қазір қасқырға мүлдем жоламаған дұрыс, қауіпсізсе құтырып кетуі мүмкін. Міне, айналайын мерей дұрыс айтады. Бөлтірікті жазда туған жақсы емес пе? Күн жылыда. Қазір олар үсі өлмей ме? Жоқ балам, ол кезде шоп көректілердің төлдейтін уақытысы. Оған дейін бөлтіріктерді аяққа тұру керек. Әйтпесе, біреуге жемтік болады. Міне, табиғат та әлсіздерге көмектесуді біледі балам. Атасыз өте көп білесі күшті шығар, иә? Иә, көп білген күшті ғой. Сіз көп кітап оқитын шығарсыз, иә? Атам тек жануарларды емес, шөбіттерді де жақсы таниды. Өскенде мен де қорықшы болам. Ата, құртқа қарап тиісеше. Ондай бола ма? Жоға, жануарларда сезім, сенім бар. Олар да құрметті біледі. Мысалы, арыстаның өзі қанша тоқ болып тұрса да, мұрнының астындағы жаңа туған елікті түртпейді. Жануарлардың адамға қаранда адамгершілігі мол дейсіз ғой. Дұрыс айтасың балам, рас айтасың. Қалай, балдарым, шаршадыңдар ма? Онда демалайық. Қазір мен сендерге төсек салып беремін. Артай, қайтуым керек менің. Шұғыл шаруашылық бар. Фархат, жарты жолда мен тастайын деп тұрсың ба не? О не дегенің досым? Келем дедім, келем. Лақтырып кетпе. Ну, смотри, Фархат. Болды. Ну, лақтырып кетті ма? Жоқ, қазір келеді. Келе алмаймын, досым. Аңшылыққа любой без әдемі, иә? Бір бұл жерде киік ала болсам ғой. Сөзді көбейтпе. Қазір қорқышы келмей жатып, тірлікті бітіруіміз керек.
Бұл жолы неге аңсарың от? Ұрғашы қасқырға аңсарым болып жүр. Терісін сатамыз, майын сатамыз, ақшаға қарық боламыз. Кеттік. Оушым, мынау манағы біз қараған кино. Қазір біз атаны жіберсек, атаның көзін құртады. Сол үшін біз атаны жібермеуіміз керек. Түсінікті ма? Алым балам, менің суымды дайындап берші. Қазір ата, кетіп қаласыз ба не? Данчо, не істейміз? Жібермекші атаны. Алып қалайық та бірдей олы. Жей шама. Жай атаны уайымдап тұрмыз. Күндірейік бірдеме болып. Ата, өтініш, тек бір күн ғана біз қонаққа келгенде қашып кетесіз бе? Соны айтам, ата. Ертең барсаңыз да болады ғой. Ата, біз де бөек күнде қайтамыз. Бүгінше бармай қойсаңызшы онда. Иә, ата, өтініш бармай-ақ қойыңызшы. Ата, біз ертең қайтамыз қой. Біз де кетіп қаламыз, жанымызда болыңызшы. Мен де сендермен қосыламын. Ай, жамырап миымды ашып жібердіңдер ғой. Бопты, ертең ақ барайын. Алақай! Ал енді сендер қазірше отыра тұрыңдар. Мен қазір келем. Ладно, біз. Сен дегені жоқ. Жей әшейін. Иә, ата сендердің қастарында қалсын деп. Ата, ештеңе болмаса екен дейміз. Сендер жақсы көріп қалдық па, просто? Осы жақта сирек кездесетін киіктер бар деп естігем. Біз мұнда киік емес, қасқыр іздеп жүрміз. Қасқыр ұмытпаш. Не болды сонша? Қасқыр деп. Қазір құртқаның майы қанша тұратын білесің бе өзі? Аңшысың бе өзі? Бопты онда. Не болды ашулаң? Жылда келем. Бірақ тымсыз қайтам. Мына үйде тұратын шалма. Сен де қоймайсың, ол да қоймайды екен. Осы жолы оның маған кесір тиетін болса, көзін құртам ол шалдың. Көрінбейді ғой. Осы төңіректе жүр ме екен? Жүрген шығар бір жерде. Әзірге жүр, кеттік. Атаны жібермегеніміз дұрыс болды деп ойлайсың ба? Кесірі тисе ше. Енді қайтеміз. Не айтып жатсыңдар? Ештеңе, жай не істейміз деп. Жігіттер, жадындашы тыныш. Ой, мен бөлем жынданайын деп отыр. Мама мені өлтіреді. Бұл енді мектепке де жібермейтін шығар. Ештеңе айтпейді. Босқа қатыр оқып отқан жоқсың ғой. Ту, жігіттер, шынымен өзімді иттак жайсыз сезініп тұрмын. Жатындашы тыныш. Аға, ертең қайтпай-ақ қояйық шалуға. Мама келсе, қаламыз ғой. Ата неге сендермен тұрмайды? Ертең құтқа өтеді көреміз бе? Ата көрсете қоймас. Құтқа да бізді жақта қоймас. Өзімізге шауып жүрсе. Мен де көргім келеді. Менің де. Мен де. Я, біз ергіп жүрміз ғой, не істерімізді білмей. Ал мен үйге қайтқым келіп тұр. Әлгі мен айтқан қорқышың үйі осы. Егер кедергі болса, көзін құртам. Көзін құртқанда прям өлтірмейтін шығармыз. Қумашай, қайдағы өлтірген? Байлап кетеміз, не болмаса есінен тандырып кетемін.
Бұл шалдың қандай екенін білмейсің ғой. үйде жалғыз ба екен? Немерелері бар. Бірақ олар мұнда бар ма жоқ па? Қорықпа онда. Жалғыз шалға әліміз келеді. Ол сайтан құсап сап ете қалады ол. Бірақ көреміз. Байла. Ей шал, әлің қамапты ғой. Қыңқ ете алмай қалдың, е? Жіберіңдер атамды, қайсы тұрсам аямайын бәрімді. Жіберіңдер атамды, қазір ат жіберемін. Аталарының батыр немерелері ма? Олдарға тиіспе. Менімен бол. Ей шал, 4 жыл болды. Маған кедергі жасап келесің. Сен неге маған кедергі жасай бересің, а? Бұл қорықтың алаңы. Ешқайда қашып құтыла алмайсың. Құтылам? Егер сен ешкімге айтпасаң, құтылам. Жоқ. Олай болмайды. Ей, шал! Не oldu? Sen қызықсың. Неге сонша ашуланасың? Қалай ашуланбайсың? Қарамайсың ба қырсықтанып отырғанын? Жайлап түсіндір оған. Қалай түсіндіресің? Жыл-жыл сөйлесең, жылан інінен шығады деген. Келсек те, немесе өзді ойласын бер. Оған келсем екен. Келіспегенде қайда барады? Жарайды көрейік. Менің қолым кішкене бастау сияқты. Олай болса былай істейік. Мен бірінші аңшыны сыртқа алып кетемін. Ал сендер екінші аңшыны ұрып, қолын байлайсың. Түсінікті ма? Иә. В общем, қысқасы шал. Екеуміз келісіп болайық. Біз қасқырларды аулаймыз. Ал сен бізге кедергі жасамайсың. Түсіндің бе? Ойбай, ішім қатты ұрып бара жатыр, ішім. Жап аузыңды. Ағатай, ішім мен айтып тұрмын, ішім ауырып тұр. Әжетхана барым келіп тұр, әжетханаға. Алып кет шыннан. Ішім. Не дейсің? Жоқ. Олай істей алмаймын. Олай істеуге жол бермеймін. Сонда, осы айлық саған жете ма?
өз айлығым өзіме жетеді. Басқа еш нәрсе керек жоқ. Ишим, айбай. Ишим. тездетті. Я тез болам, ишим. Ишим ай. тездетші, болдың ба? Қазір, ишим. Тез бол, әді сатыр салым қазір. Ишим, ойбай. Ей, шал. Неге маған қыңырлық істейсің, а? Мерей, Ей, қыз. Мынау ойыншық емес, маған бер. Тыныш отыр, қазір атып салам. Мерей, Ей, қыз. Мерей, қой, атпа. Болдың сөз. Жүр, бас аяғын. Жүр, бас жетеді аяғын. Бәлем, түстің бе қолға. Енді жауап бересің. Тек өлтірмеңіз. Айналайын балапандарым. Сендерге көп рахмет. Өте үлкен ерлік жасадыңдар. Бәсе, бұлар нағып жүр десең, аталарын қорғауға келген екен ғой. Аталарын қорғағандарың, орманды қорғағандарың болады. Иә, бұл өте үлкен ерлік. Енді бұдан былай сабақтарды жақсы оқып, ата-аналарыңды риза қылып сұрақтарым. Болашаққа зор үмітпен, жақсылықпен баруларыңа аталық алғысым шексіз сұрақтарым. Сендерге көп рахмет, атамды аман алып қалғандығың үшін. Кино бітті. Біз де кеттік. Мынау қазір атып кетпей ме? Біз мында аналар ше? Ой, біз қоштасып үлгермедік қой. Мынау істемей қалыпты. Не істейміз енді? Білмеймін, түннің ортасы болыпты ғой. Мама уайымдап жатқан шығар. Мама мені өлтіреді. Сонда біз анда 2 күн жүргенде, мұнда 2 сағат өткені ешкімді қызықтырмай ма? Кино бітті, қайттық қой. Енді сонда өліп қалсақ, не болатын еді? Бір сенде осындай нәрсені біткен кезде ойлана ма екен? Бүкіл денеме ұрып тұршы. Айтпа, қолымда арқан қысып жіберді, із алып кеткен ғой. Сендерді қоя берші. Мен айтсайшы, бас жұмбағаныма 2 күн болды. Ужас. Бізді көргендер жынды дейтін шығар. Енді оларды көрмейтініміз өкінішті.
Бастысы оларда бәрі жақсы болады, солай ма? Мені тығып тағы не айтып жатсыңдар? Ештеңе айтып жатқан жоқпыз. Жай ғана бір-біріміздің бетімізге қарап тұрмыз. Айқайда кеше свет өшіп қалғанда бөлмелеріңе кірсем, жоқсыңдар, әрі-бері іздедім. Осы сен сумақай, бұрның тықпайтын жерге тыға береткенсің, ә? Аяна, біз ештеңе тыққан жоқпыз. Марш классына. Біз и так шаршап тұрмыз. Міне айттым ғой, кеше түннің ортасында үйде болған жоқсыңдар, қайда болдыңдар? Кім, не, қайтшы бар ауылыңа? И так нервім шығып тұр. Өзіміз көңіл күйіміз болмай тұрса. Аяна, шынымен шаршап тұрмыз, баршы енді. Ал білмеймін ал, бірдеңе бүлдірсеңдер, бәрі тауып алам. Қалай табасың? Теледидардың ішіне кіресің ба? Мен оларды сағынып жатырмын. Атан шай ішкім келіп тұр. Қой енді айта берме. Естіп қалып қандай ата деп шу шығарып жүрер. Біз көрген нәрсе бәрібір арамызда қалу керек. Дұрыс, арамызда қалсын. Мыналар жынданы деп жындыханаға кетіп қалар. Айтпа, еще мектепке бәрінен бұрын келіп алғанымыз ше. Қайтем енді? Ұйықталмадың. Ұйыққа тойып барып келгенсің ғой. Тым болмағанда қоштасып та үлгермедік қой. А давай кешке қайта көреміз. Соны айтам. Білмеймін. Ойланып көруге болады. Динара. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.